Қайырлы күн. Так, бізде қараңыздар, апта басталып жатыр. Сол апта басталғандықтан анализді бірінші глобально жасап қоямыз, иә. Өткен жұма күнгі біздегі цена закрытиямыз. Цена закрытия, так, 284,95. Яғни по недельному таймфрейму қараймыз, иә, как мы закрылись, қандай жерлерден жабылдық деген сияқты. Енді қараңыздар, недельный таймфрейммен қарайтын болсақ, цена закрытия бізде зеркальный уровеньге келіп тұр, иә. Мына дистрибуционный свечканың тура ортасына келіп тұрмыз. Яғни бізде бүгінгі премаркет уақытында біз көреміз цена закрытияның қай жағында жүргенімізді. Себебі қараңыздар, цена закрытия өте маңызды баға болып тұр. Мынандай жақтан біз құлап максимально мына жаққа дейін құладық. 217-ге дейін құладық. Осы жақтан поддержка алып, максимально мына жаққа дейін өстік, иә. Мына зеркалканың үстінен закреп болмағандықтан, біз мына апта денемізді тартып алып, мына жақта жабылғандықтан, біз қайтадан барып келдік, мынаның зеркалкасына дейін барып келдік, және де осының зеркалкасынан бастап, мынаның түбіне шейін бізді құлатып әкеп берді, иә. Осы түпке, яғни мына минимумның астына закреп болғандықтан, біз гэп даун болып ашылып, уже мына жақтағы уровеньдермен қарастырамыз, иә, ол күндерді. Қайтадан максимально өстік. Уже біз қазір қайттан дистрибуционно өсіп, осы аптамыз дистрибуционно өсіп, тура мынаның зеркалкасына келіп отырмыз. Енді қараңыздар, яғни біздегі мынау аптамыз, мына пятница, четверг, среда, вторник, понедельник. Біз мына жердегі дистрибуционның түбінен бастап, дневкадағы мына минимумнан бастап, не істедік? Мына жақтағы зеркалка, мына жерді зеркалита бізде. Осы жерден бастап, мынаның зеркалкасына дейін өстік. Мынаның табанына бір ілігіп алдық. Іліккеннен кейін, уже осының зеркалкасына дейін әкеп бердік. Дневка бойынша мы закрылись под хай. Енді қараңыздар, мына кезде біз тура осы жерден бағаны құлатып тастаған болатын. Получается, мынау деп тұрған күніміз, ол міне максимально келді, недельный зеркальный уровеньге дейін келді, осы жақтан бізді қайтадан құлатты. Мына түпке дейін құлатты, осы жақтан поддержкамызды алып, қайттан мына зеркалкаға келіп тұрмыз, иә. Енді осы максимум мына уровеньге, мына зеркалкаға міне бір келіп кеттік, екінші рет келдік, үшінші рет келіп тұрмыз. Егер де бағаны қазірде осы, қараңыздар, мына жерде көріп тұрсыздар, иә, гэп-ап болып ашылған, гэповый свечканың тура цена открытиясына келіп тұр екенбіз. Бүгін енді премаркет уақытында ашылуымызға да байланысты болады көп дүние. Егер де біз уже мына зеркалканың үстіне шығып алатындай жағдай болып жатса, біз глобально мына жақтарға дейін өсетін запасымыз бар. Мынау дневкадағы хай баға 321-ге дейін, яғни ол бір күнде бізді бірден әкеп бере салмайды. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5 күн бойы біз 24-тен бастап 84-ге дейін $60 өсіп берген болсақ, мынау аралыққа дейін біз қайтадан өсу неміз бар. Енді қарасаңыздар, глобально дневка бойынша бізде мынандай жақтағы 367-тен бастап құладық, мына жерде сәл тоқтап, иә, осы жерден өскіміз келді. Сол үшін де мына жердегі баға бізге өте маңызды уровень. Не себепті десеңіздер, осы жердегі игроктарды тоқтатып, қайттан өсіргісі келген, бізді максимально мына жаққа дейін әкеп берген. Қараңыздар, фитилмен осы жаққа дейін келдік, тірелдік, иә, мына апта туралы айтып жатыр. Осы жерге дейін келдік. Қараңыздар, мынау недельный таймфрейм бойынша мына жердегі құлатып тастаған баға, ол бет-алттан бет-алды бізді 303-тен мына жаққа дейін 220-ға дейін бекер құлатып тұрған жоқ. Историяда осы жерде қараңыздар, бір апта, екі апта, екінші аптада біз просто прошивать еттік, иә, осы жерді. Прошивать еттік, тағы да аламадық, осы жерден бастап 1, 2, 3, 4, 5 аптада бізді қайтадан құлатқан. 65 жақтарға қарай. Одан кейін қайттан біз өсіміз келді, бірақ та именно осы 303-94 деген бағаны ала алмай, біз қайтадан өте қатты құлатып көріп тұрсаңыздар. Енді
Осы жер мықты уровень болғандықтан мына аптада біз құлап келіп, мына күндері құлап келіп қайттан өскіміз келгенде осы историядағы осы бағаға келіп тірелдік. Мына кезде қараңыздар, не үшін бізді осы уровеньнен гэп-ап қылып лақтырып тастады? Себебі бұл мықты уровень. Осы уровеньді біз гэп-ап қылып сындырып өтіп кету керекпіз. Үстінен аттап немесе дистрибуционно импульспен ғана бұзсақ қана біз бұл уровеньді бұза аламыз деген сөз. Осы күні гэп-ап болып ашқан, мына күні қараңыздар, біз мынандай 414 жақтардан құлап келіп фитильмен осы жақтан поддержкамызды алып қайттан өсіп кеттік. Мына жерде де қараңыздар, гэп даун болып осы уровеньнің астына қайттан гэп даун қылып лақтырғанмен де мы тянулись. Фитиль бізде білдіреді, бағаның осы жаққа дейін өсіп келгендігін. Бірақ та үстінен закреп болған жоқ. Мына кездері де осы гэповый, мына жердегі гэпке келіп, осы гэпті ала алмай біз қайтадан құлап кеттік. Қараңыздар, осы құлаған кезде біз уже 33 деген жақтарға дейін құлап кеттік, иә. Осы жерден қайттан құлап кеп, мына жерден бізге минимум бағаны қалап беріп тұр. Міне осы минимум баға. Енді қараңыздар, мен мынаны қалың қылып белгілеп аламын. Жоғарғы жағында бізде, так, енді қараңыздар, осы уақытта не болып жатыр бізде? Мына жерден келдік, құладық, поддержкамызды алдық, өстік, тянулись, мына жақтағы макс бағаларға тянулись. Осы жерді ала алмай қайттан құладық, мына минимум тосып тұр бізді. Осы жерден дистрибуционно өстік, мына макстан құладық. Осы жерден келдік, тағы да осы табан тосып алды. Енді қазір қайттан келіп тіреліп, осы маңызды уровендерге келіп тіреліп тұрмыз. Яғни осы жердегі болып жатқан дүние ол консолидация. Баға мына екі аралықта қысылып жүрген неше күндер бойы. Сол себепті бүгін маңызды күндердің бірі десек те болады. Себебі баға осы цена закрытиядан выше кететін болса ғана біз ары қарай өсеміз. Апаратын глобально запасымыз бар 321-22 деген бағалар. Оның ортасында бағана айтқан 303-94 деген маңызды уровень бар, иә. Недельный бойынша да көрсеттім, нефка бойынша да көрсеттім, ол қандай уровень екенін. Так, историяны көріп жүрейік, қандай нелер бар екен бұл жерде. Қараңыздар, жаңағы недельный гэп қаншама рет құлатқан бізді. Мына кездегі жаңағы 303-94-тен бір, мына 303-94-тен мына 266 жаққа дейін құлатқан. Мына жерде қараңыздар, неше апта бойы, неше күн бойы ұстап тұрған, иә, осы уровень. Сол үшін де баға қазір мынау цена закрытия зеркальный уровеньді алғанмен де оның алдында тосып тұратын 303-94, 314-63 недельный гэп, одан кейін ғана 321-ге өсетін потенциалы бар. Одан кейін осы аралықта бізде қараңыздар, мынандай жақтан 59 жақтардан осы жаққа дейін біз құладық, 311-ге дейін құладық. Қараңыздар, 59-дан 11-ге дейін құлап, осы жерден тоқтап ары қарай өсіп кеттік. Значит, бұл минимум тоже өте мықты уровень болады бізге. Жалпы осындай маңызды уровендерді көру арқылы біз немізді қарап отыра аламыз. Мысал үшін, запас ходамызды қарап отырамыз. Мынандай жақтан құлап, мына жақтан өскіміз келді ғой, иә. Айналып келіп өскен кезде мына максимумға, 92 деген максимумға мы тянулись, ала алмағандықтан қайттан құлап кеттік. Ала алмадық, себебі бізді үстімізден өте глубокий фитиль қалдырып кетті, иә. Мына кезде ала алмадық, енді қазір айналып келіп, мына жердегі макс бағаға келе жатырмыз. Осы максимумға келе жатырмыз. Енді ол ары қарайта бүгінгі премаркет уақыты өте маңызды болады. Баға қандай маңызды уровендердің жанында ашылады деген сөз, иә. Вот соны тоже қарастырасыздар.